Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі Рамазанның алғашқы күні құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздердің алдарыңызға шығып отырғаным Telegram желісінде азаматтардың жеке парақшасына, жекесіне мынандай хабарлама келіп жатыр екен. Сіз Telegram қосымшасындағы қатысушылары мемлекеттік төңкерісті көздейтін көше партиясы чатында тіркелгенсіз. Бұндай әрекет Қазақстан Республикасының заңдарымен қудаланады. Чаттан дереу шығып кетуіңізді сұраймыз. Хабарландыруды жіберіп отырған Ген прокуратура деген бір парақша екен. Бұлай, мемлекеттік төңкерісті көздейтін көше партиясы дейді. Бұл барып тұрған жалған ақпарат тарату болып табылады. Мінекей, бізде көше қозғалысында мынандай бланктер бар. Бұл жерде былай жазылған: көше партиясы Қазақстан Республикасының біріншіден Конституциясы және екіншіден саяси құқықтар туралы халықаралық пакт шеңберінде ашық әрі жария әрекет ететін тәуелсіз бейбіт қозғалыс. Біз ашық және жария әрекет етеміз, себебі біз бейбіт қозғалыспыз. Екіншіден, көше партиясының мақсаты парламенттік республика құру, демократиялық өзгерістерді жүзеге асыру, заң үстемдігі, сайлау, адам құқықтарын қорғау принциптерін ұстану, Қазақстан азаматтарының лайықты тұрмысы. Парламенттік республика құрудың бір жолы ғана қалып тұр, онысы рас, ол бейбіт шеруге шығу. Бейбіт шеруге шығу жайлы тағы да Конституцияның 32-ші бабында жазылып кеткен. Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар мен митингілер, демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға хақылы. Сондықтан бұл хабарлама сізге де келіп жатса, бұл сіздің дұрыс жолда келе жатқаныңыздың нағыз көрсеткіші. Мен өз басым бұл хабарландыру тарап жатқанына қуанып отырмын. Демек, көше қозғалысы дұрыс жолда келе жатыр. Демек, бізді қорқыту мақсатында жазып отырған бұл хабарламаны жазып отырған адамдар өздері қорқып отыр. Демек, осы дұрыс жолдан тайынбайық, алға қойған мақсатымызға жетейік. Қазақстан озық елдердің бірінші қатарында жүруді жазсын. Сол мақсатымыз орындалсын. Басымыз бір болайық, күш бірлікте. Осындай хабарландыру келіп жатса қуаныңыздар. Тағы да Рамазан құтты болсын. Енді осы хабарландыру сізге келіп жатса, естеріңізде болсын, бұл жалған ақпарат тарату және сіздің дұрыс жолда келе жатқаныңыздың көрсеткіші. Сау болыңыздар.